Сәлем достар, бүгін сіздермен кабачкиден рулет дайындайтын боламыз. Егер де кабачкиді ұнатпайтын жандар болса, дәл осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, сіздер міндетті түрде ұнататын боласыздар. Ал мен көп сөзбай рецептіме көшейін. Сіздер болсаңыздар, менің видеомды соңына дейін тамашалап, лайк басып, тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Ең алдымен осындай екі орташа кабачкимізді теркамыздың ең үлкен көзінен өткізіп, бос ыдысымызға салып алатын боламыз. Одан кейін кабачкиміздің үстіне тұзымыз бен бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, 5-10 минуттай бөлме температурасына қойып қоямыз, кабачкиміздің суы шыққанша. Кабачкиміздің суы шыққаннан кейін осылайынан сығып алып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Ал енді осы кабачкимен ары қарай рулет дайындай беруімізге болады. Үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз, және де 1 стакан ұнымызды салатын боламыз. Осылардың барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Маған қолмен ыңғайлы, жақсы араласады. Араластырып болғаннан кейін осылай пергаментімізге төсеп, қасықтың көмегімен осылай жұқалап тұрып жағамыз. Кабачкиміздің формасын келтіріп болғаннан кейін қызып тұрған пешімізге 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Және де сол аралықта ортасына жағатын соусты дайындаймыз. Ол үшін укробымызды жақсылап осылай ас содасына салып 10 минуттай ұстап жуып алатын боламыз. Жуып тазартылғаннан кейін укробымызды осылай майдалап тұрып тураймыз. Ыдысымызға салып аламыз. Оның үстінен қаймақ саламыз. Чесногымызды да майдалап үстіне салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді біздің соусымыз дайын, қыздар. Оттан шыққан және де суыған кабачкимызға осы соусымызды ортасына осылайынан жағып шығатын боламыз. Жаққаннан кейін видеодағыдай етіп, жаймендеп, орап, рулеттің көлеміне келтіретін боламыз. Достар, менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше осындай керемет рецепттермен мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.